Фетиге көшіп келгеніме 1 жылдан асты. Тұрып жатқан үйім Қыраттың басында болатын. Тұрғын үй кешенінің ауласындағы хауызға бастапқыда қонсам да, жаз бойы азабын көрдім. Кішкентай хауызға ересек адамдардың неден секіретінін түк түсінбеймін. Дауысы жаңғырып, құдды бір піл суға құлағандай болатын. Жергілікті халықтың басым көпшілігі темекі шегеді. Әлде мен шекпегесін маған солай көріне ме білмеймін. Жан-жағымдағы көршілердің балконнан шыққан темекі түтінінің иісі әйтеуір менің мұрнымды тауып алатын. 2 ай бұрын үй иесін ескертіп, жағажайға жақын, хауызы жоқ, көршісі аз, басқа бір үй іздедім. Шамнан шырақ жағылып, іздегенім алдымнан табылды. Бұл көріністі мынау бір тамаша көрініске ауыстырдым. Жаңа үйімнен Фетені айнала қоршаған табиғаттың барлығын көремін. Түркияде үйді жалға бергенде 3, 6 немесе 12 айдың ақшасын алдын ала алады. Жолым болып, жаңа көшкен үйім үшін ай сайын төлеймін. Депозит ретінде үй иесіне, сондай-ақ риэлторға 1 айдың ақшасын бересің. Заттарды тасу қызметінің бағасын естіп шошыдым. 2 бөлмелі үйдің заттарын машинамен 10 минуттық жерге тасып көшіруге ең азында 13-15 мың лира сұрайды. 1 жыл бұрын 800 шақырым қашықтықтағы Стамбулдан 9 мың лираға заттарымды көшірген болатынмын. Риэлтор күйеу болып шықты. Жұбайы қазақ. Балды іздеп арзандау бағаға жүк таситын машина тауып берді. Үйдің иелері қарапайым ауыл адамдары. Жылыжайда қызанақ өсіріп, бағбаншылықпен айналысады. Жылы жүзді, тәрбиелі. Отағасы есіктің алдына келмей, төменде тұрып айғайлап шақырады. Ұлы электр маманы. Электр жүйесін ауыстыруға келгенде қасына қарындасын ертіп келді. Көзге көрінбейтін әрекеттер. Алайда маған өзімді жайлы сезінуім үшін елеулі әрекеттер. Әйелі ақкөңіл бір жан. Алғашқыда үй иесімен көрші болу жайсыз болар деп ойлағанмын. Алайда қателескеніне қуаныштымын. Түркияге көшіп келгеніме 5 жыл болса да қонақ шақырған емеспін. Қонаққа барғанды да, шақырғанды да аса ұнатпаймын. Алайда достарым бізге қазақтың дастарханнан дәм татқыз деп сұраған соң, ет асып берейін деп шештім. Сөйтсем, қамырсатын оқтауым жоқ екен. Бұл өлке Жерорта теңізінің жағалауында орналасқандықтан, тамақтары көкөніс пен дәнді дақылдарға бай болып келеді. Бір күн бұрын ащы сәбіз салаты мен тирамису дайындадым. Ет алуға қасапшыға бардым. Маған құнарлы сорпа шығатын, сүйегі бар бір ет, бір май таңдап бер дедім. Сиырдың омыртқасын алуға кеңес берді. Еті аз болып қалар деп омыртқаға қосып, бір көсек қара етте алдым. Етті тұз қосып суға қайнаттым. Судың беті жыбырлап қайнай бастағанда, бетіне жиналған қанды көбігін алдым. Су қатты қайнап кетсе, көбік тарап кетеді. Қамырды соңғы рет 16 жасымда ауылда оқушы кезінде елеп ысыппын. Келінімнен қамыр елу жолын сұрап алып, ертерек дайындалдым. Алайда қолдарым ұмытпапты. Жұмсақ болып шығып, иіні жақсы қанды. Қамыр илей алғанмен дөп дөңгелек қылып салмаймын. Мен білмейтін бір құпия жолын білсеңіз, бөлісе отырыңыз.
Қонақтардың ішінде Қырғыз еліне саяхатқа барғанда ет жеп көргендер де, бірінші рет жегендер де болды. Қонақтарым майлы сорпаға піскен қамыр мен картоп қосылған етті сүйсініп жеді. Фетиге көшіп келгелі тамақты үйде өзім пісіріп жейтін болдым. Бұл жерге де қымбатшылық келді. Кафе, ресторандарда тамақ ішуді қалтам аса көтермейді. Оның үстіне азық-түлік базарына бару бір ғанибет. Құдды бір көрме сияқты. Түрлі түсті жемістер мен көкөністер көзіңнің жауын алады. Бұл жерде газ құбырлары да, орталық жылыту жүйесі де жоқ. Қыста дербес электрлі жылытқыштарын немесе ауа баптағышын пайдаланады. Өткен қыста күндіз далаға шығып, күннің көзіне жылынатынмын. Қазақстанда далада қанша суық болса да, үйдің ішінде жылы болғасын қит етпейсің. Бұл үйдің тағы бір артықшылығы, ішіне темір ошақ қондыруға болады. Ошақ шойыннан жасалады екен. Салмағы шамамен 100 килограмм. Бағасы 10-15 мың лира. Аулаңызда жатқан бос ошағыңыз жоқ па деп жан-жағымнан сұрастырдым. Досымның әке-шешесінің ауласынан пайдаланылған ошақ табылды. Мен туып өскен ауылда қыста ошаққа көмір жағып жылытатынбыз. От жағу өнерін есіме түсіріп қайта үйрендім. Бұл жерде отынға көбінесе ағаш пайдаланады. Шөлді жерде туып өскен менің ағаштан хабарым аз болатын. Ағаштың екі түрі бар екен, қарағай мен емен. Қарағай тез, ал емен жаймен жанады. Отын ағаштың жоңқаларымен тұтандырылады. Қарағай тез қыздырады да, емен үйдің қызуын бірнеше сағат ұстап тұрады. Отын жаруды әлі де жарытып үйрене қоймадым. Көршілерімнің таныстары қолдың жұмыртқасы мен сиырдың сүтін сатады. Сатылатын сүттің мөлшері ең кемінде 5 литр. Оны бір өзім ішіп таусалмайтын болғандықтан йогурт жасадым. Сүтті қайнатып пісіріп алып суытасың. Пісірген кезде бетіне қаймақ жинала бастағанда ағаш қасықпен араластырып әбден пісіресің. Қанжылым болғанша суытасың. 1 литр сүтке бір үлкен қасық йогурт салып жылы жерде қойып ұйытасың. Түріктер йогуртты күнделікті асқа қосып жейді. Йогурт қосылған қияр, сәбіз, баялды сияқты түрлі жеңіл тамақтары бар. 3 литр йогурт маған 10 күнге жетеді. 6-8 сағаттан кейін дайын болады. Түркияде 9 миллион жаңғақ ағашының түбі бар дейді. Мула өңірінде көптеген үйлердің ауласынан табылады. Жаңа піскен жаңғақтың қабығы жұқа болады. Базардағы ағайдан мына екі жаңғақтың айырмашылығы не деп сұрағанымда, біреуі майлы деп жауап берді. Әрине мен майлысын алдым. Жаңғақ денсаулыққа пайдалы майға, ақуыз бен талшыққа бай. Майлы жаңғақтың қабығы қатты болып шықты, бірақ дәмі тамаша. Бұрынғы тұрған жерімдегі пәтер қыста күн көзін көрмейтін. 1,5 метрлік лирата ағашы марқұм болып кетті. Бұл жерде күн атқаннан батқанға дейін тереземнен күн түсіп тұрады. Өсімдіктерім де мен сияқты бақытты болар деп сенемін.